Var mısın? Assalamu alaikum. Көрермендер. Бүгін бір кітапты көріп, қызыққа қарай қойып едім. Қызық деректер бар екен. Сол кітаптың менің ойларыммен ұштасатын деректері. Мен солай ойлаймын. Сондықтан сол кітапты көрсетіп өтейін, келіспейтін жерлерімді де айтып өтейін. Кітап. Міне 41 құмалақ дейді. Не кітап екен деп оқи бердім. Мына беті, соңғы беті мынандай. Жазып шыққан адам Тоқтасын Өмірзақов дейді. 41 құмалақ. Сөз басы. Кейбір нелерін оқып өтейін. Бал арқасында тіршіліктің талай қыр-сырын ашып, ғылымға көптеген жаңалықтар келген дейді. Бал ашудың жұмбақ құпияларын ғылымменен салыстырып, алғаш зерттеген ғалым Абу Насыр әл-Фараби дейді. Ата-бабамыздан келатқан болды да болма, балсыз да болма қалма деген мақалдар бар екен. Сосын жаңағы қазақтың тамыршы, жауырыншы сондайлар жазады екен. Қазақ елі Даниил пайғамбардан қалған дейді. Ол енді менің ойымша бекер. Пайғамбарлардан бұрын болған заттар бұның бәрі. Сосын 41-44 құмалақты. Орта Азия, Кавказ, Иран, Үнді, Корей, Тибет, Жапон, сонымен бірге Америка елдерінде тарихында да ұшырасады. Құмалақтың таралу аймағы осынша ауқымды, оның көнеден желесі үзілмей жеткен көне қазына екендігін дәлелдейді дейді. Енді ол рас. Қорқыт құмалақты шығу тегі ата-бабаларымыздың мифологиядан бұрын болған затау. Бұл мифологиядан кейін календар есеп қисапқа үйренгеннен кейін келген зат па деп мен ойлаймын, бірақ мұнда солай жазылыпты. Танымына тарап теріледі, яғни Қорқыт ата Заратуштра ілімінен бастау алғаны байқалады дейді. Заратуштра Қорқыт атадан бұрын болдау деп ойлаймын, қателесуім мүмкін. Енді жаратылыс болмысын тігінен алғанда жоғарғы әлем тәңірлер әлемі, орта әлем адамзат әлемі, төменгі әлем әруақтар әлемі боп үшке бөлінеді дейді. Әруақтар өлген адамның бәрін әруақ демейді. Бұл келіңкіремейді деп мен ойлаймын. Әруақ жебеуші қазақта. Енді бұл менің пікірім. Жоғарғы қабатта адамдар тұрады дейді. Қалай жаңа төменгі әлем әруақтар әлемі болып үшке бөлінеді. Жоғарғы қабатта адамдар тұрады. Бұл түсініксіз бір екен. Олар белбеуін мойнына тағады дейді. Мойнына таққан белбеу басымдық тіктім деген мағына беретін еді. Менің уақытша тұрақ дегенде ол менің ойым сондай мағына беретін сияқты. Таңғы қабатта адамдар тұрады дейді. Олар белбеуін белінен буады дейді. Төменгі қабатта адамдар тұрады, олар белбеуін тізесінен буады дейді. Жоғарғы қабат тәңір, ортаңғы қабат тілекей,
кілегей, төменгі қабат теңіз, теңіз деп аталған дейді. Бұған қосарым жоқ, білмеймін. Так, бақсы балгерлердің түсіндіруінше адамның жаны, рухы, ақыл ойы, санасы жоғарғы қабаттан беріледі. Адамның тәні ортаңғы қабаттан беріледі. Адамның ақыреті, мейті төменгі қабаттан о дүниеге беріледі дейді. Тіліміздің әр кезегі тіліміздегі әр кезегі үшке дейін дейді. Мақал, салт сана, ырым сырым, ем-дом, сондай-ақ көшпелі мемлекеттердің құралым мүшесіне тән үштік одақ жоғарыдағы түсінікке орай қалыптасқан. 300-дің шығуы да сол аяққа барып тіреліп қалуы мүмкін. Жаратылыстан мифология моделінің тігінің алынған бөлігінің дүние жүзі, халықтар, әлем ағашы. Әлем ағашы енді бүкіл елдерде бар. Так. 4-ші мифология болмысын көлденең қарасақ, шығыс, батыс, оңтүстік, солтүстік деп 4 құбылаға жүктеледі. Бұған да қосарым жоқ. Жер кіндігі көктөбеде деленген дейді. Жер кіндігі көктөбе дегенге мен тағы келісе алмайын. Кешіресіңдер. Жер кіндігі Қорқыт бабам тапқан Қызылордада. Оны дәлелдеп келіп Циолковский кезінде жазып кеткен. Байқоңыр деп па, Төретам деп па, ұмытып қалып тұрмын қазір. Сол екеуінің біреуі. Енді ол ең қолайлы ғарышқа шығатын жер болып саналады. Сондықтан жер кіндігі Төретамда. Қорқыт та сояққа барған. Сосын Төретам деп айтатын себебінде тағы қосымша айтып кетейін. Менің ойым ол. Төре деген Шыңғысханнан тарайтындар. Сол Шыңғысхан Төретамда жатыр деп ойлаймын мен сүйегі. Төретам дегеннің өзі, төре деген Шыңғысханның несін білдіреді. Там деген мейіт, ақырет дейді мұнда. Могила дейді орысша. Сондықтан Шыңғысхан где-то там лежит, наверное. Я так думаю. Могу ошибаться. Так, тағы айта кететін зат. Әлем 4 негізі дейді. Топырақ, су, от, ауа. Бұл тағы қате. 5 стихийден тұрады ол. 5-ші стихиясы мұнда жазылмапты. Мен оны ұмытып отырмын. 4 құбыла деген. 4 құбыла. Бүйтіп, біреулердің таңбасы бар сондай. Так. Сосын бәйтерек, тағы бірдеме. Мен басында ойлағанмын. Тек осы кітаптан керегін ала қойайын деп, кішкене негізделіп көрсете кетейін дедім. Жақсы кітап па деп ойлаймын, шамалы. Так, енді өмір ағашы бәйтерек, жер кіндігі көктөбеде өседі. Тіліміздегі дәстүрлі жетілік ұғымдар 7 қат көк дейді. Ай, күн, есек қырған Меркурий дейді. Есек қырған ол Юпитер, қате кеткен бе деп ойлаймын. Мүмкін солардың дерегінде солай шығар. Шолпан, қызыл жұлдыз Марс дейді. Қызыл жұлдыз Марс, Мәштара Юпитер дейді. Мүштара. Юпитердің есек қырған Сатурн және 7 қат жер дейді. Тұңғиық, жалын, су, қос, балық, қара тас, көкегіз, жер. Бұны мен түсінкіремедім. Бара-бара мүмкін миыма жете жатар. Сөйтіп,
тағы бір демелер бар. Ал айта кететін. Мұнда 41 құмалақтың астрономиялық негізі дейді. Көшпенділердің байырғы астрономия түсінігі бойынша бір жыл 6 ай жаз, 6 ай қысқа бөлінген дейді. Есепшілер үркер төмен түсіп, таразы туғанға дейін аралықты жаз айлары сүмбелі туып үркер көкке көтерілген уақытта қыс айларын жатқызады. Халықтың календар жүйесі бойынша бұл уақыттарда 21-20 наурыздан 21 қыркүйекке дейін жаз деп, 21 қыркүйектен 21 наурызға дейін қыс деп бөлініп көрсетуге болады дейді. Бұл тағы кәтеме деп ойлаймын. 14-не өләра дейді, 13-не қазақ, 14-не жана айтуат дейді. Оны мен алдыңғы нелерімде сөйлегенмін. Наурыздың несінде, наурыздың сипаттағанда, сондықтан 14-нен наурыздың 14 қыркүйекке дейін болу керек сияқты. Қазір алдында айтып кеткен ойларыма жеткізіп, әркім өз дәлелін өз деп табат дегендей, сондай әркім өз өтірігін жабат дегендейге келатырмыз. Сөйтіп, қазаннан 20 көкекке дейінгі уақытта қыс деген дейді. Ол Түркияны айтып атқан ғой. Так, адасып кеттім, кешіресіз. Так, жаз айын қыздардың күні деген дейді. Қыс айларын қыс Қасымның күні деп атаған қазақ дейді. Есепшілер бойынша жылды 3-ке бөлген дейді. Міне, осы жерден қызық басталайын. Алдында мен Бесқонақты айта алмай кетіп едім. Сол Бесқонақ деген осы жерде шығайын деп тұр. Неге 8-нен басталатын апрельдің? Айта алмадым мен соны. Ана наурыздың несін сипаттағанда. Мұна қарап отсам 360 күнді дейді мұнда. 3 бұнаққа бөлінеді дейді. Есепшілер ауа райының сабақтастарын жүргізу үшін бір жыл 360 күнді 3-ке бөліп 120 күнге бөлген дейді. 5 күн қалып қойып тұр мұна. 3 бұнаққа бөлінген дейді. Бас бұнақ шаруа тілінде қарақат қақ аш өзек деп аталады. Шамамен ақпанның 9-нан маусымның 9-на дейінгі орта дейді. Енді ақпанның менімше бұл январь қылып көрсетіп тұр. Маусымың апрель болып көрсетіп тұр. Как раз 8 апрельге келеді. 8 апрельді Ақтөбе жерінде Бесқонақ басталады деп атайды. Кейбір жерлерінде 5-нде, арғы жағында. Қамда жағында 8-нде. Так, кеттік ары қарата. Қай жерге тоқтадым? 9-на дейінгі орта дейді. Бұл мезгілде мал төлдеп, жабағы жүн қырқып, бие бау тартылады. Орта бұнаққа тұяқ күрлеп, қой күрлеп, шөп қуаты басына шығады. Шамамен маусымның 9-нан қазанның 9-на дейінгі аралық. Бұл апрельдің 9-нан 8 сентябрьге дейін бе деп мен ойлаймын. Бұл уақыт ішінде ел жайлауға көшеді, күйек байлайды, күзем жүні қырқылады. Аяқ бұнақ қазанның тағы 9-на ақпанның 9-на дейінгі уақыт жалпы тоқты тоймас, шөмеш кетпес деп аталған. Малшылар бір мерзімді күйік шешіп жылқы тебенге түсіреді. Мал төлдейді дейді. Так, енді алдында мен айтып кеткенмін. Хетский календар болды деп, сол хетский календарда ай 40 күннен тұрады деп. Мынау сол 40 күндікке әлі жеткен жоқпын бәлі. 40 күнге әлі жетпеппін. Сөйтіп
40 күнге жетейікші. Сосын айтарым. 9 тармақ дейді. Есепшілер тілінде бір жылда 9 бөлікке бөлінудің себебі 360-ты тағы да 365-тің 5-і қалып қойып тұр, 5 қонағымыз. Батыстың. Басқа Алматыда болдым, ондай жоқ. Так. 360-ты 9-ға бөліп 40 күн. Туған бұл термин 9 шілде деп аталады. 9 шілдеге деген 9 ай деген мағынада. Деп те аталады. Ел аузында қойдың 40 қайырымы, жылқының 40 қайырымы, ай мен айдың оты басқа, шілде менен шілденің көгі басқа дейді. Бұл бергеректе тап болған мақалау деп ойлаймын. 30 күндік күнге өсіп 40 күн дейді. Былай қарағанда бәрі де ай деген 30 күндікті көрсетіп тұр, шілде деген 40 күндікті көрсетіп тұр, бәрі де бір ай. Негізгі бергеректе тап болған мақалау деп ойлаймын. Деген сөз малшылардың шілде көгін қуып мал бағу кәсібінің алынғаны байқалады. Өйткені 40 күн жайылған жайылым 41-ші күні малға жаюға жарамайды дейді. Сонымен қазақ 40 күнді бір ай санап, 40 күнді көшіп тұрған 9 ай болған қазақта. Қазіргі ақындар 9 ай 10 күн көтерген деп айтқан себептеріне қарағанда, сол 9 айың бір жыл көтерген болып саналады ма? Жоқ. Шатысып кеттім, жаттыра тұрып. Шатысып кеттім. Ну ладно. 370-380 күн болады екен. Ладно, оны тоқтайыншы құрсын. Мына ойынды бітірейін, сосын онда бір күн жетерміз. Соныменен қатар біздің жерімізде ауа райы қызуы мен суының аралығы біршама болса да 40 күн тұрақталып, 41-ші күні ауа райы өзгеріс болады. Сірә 40-ына шыдап, 41-не шыдамапты деген сөз осыдан туындаса керек дейді. Енді айта кететін зат, алдында мен айтқанмын, басында марттың аяғында шығар ма? Марттың басында ма? Марттың аяғында. Хетский календар деп, наурыз мейрамы жайлы сөйлегенімде, сонда 8 март апрельде неге бес қонақ басталатын айта алмап едім, мұнда шығып тұр. 3 мезгілге бөлгенде сол неге келеді екен. Сосын сол 5 қонақ, 5 кісі өлгеннен 5 ауа райының күннің 5 күні қалып қойғанын, сол 5 күнде өзгеріс болатынын біздің қазақ біліп, календарды біліп, сондай нелер болған. Ол 3 мезгілді бас бұнақ, орта бұнақ, аяқ бұнақ деп бөліп отырған қазақ. 5 күн қалып қойғанда 5 қонақ деген. Бұнақ емес қонақ бола ма екен сонда? Бұл да қызық болып тұр. Мұнда бұнақ деп жазылып тұр, бізде қонақ деп жазылып тұр. Салт дәстүрде қонақ. 5 қонақ дейді. Сонымен бүгінгі шығарылымымызды аяқтаймыз. Сізге сау саламат, аман есен көргеніңізге тілектеспіз. Ал жақсы сау болыңдар.